Алланы көріп тұрғандай дегені пайғамбарымыз өзі де көрген жоқ бұл дүнияда. Бірақ көріп тұрғандай деңгейге жеткізсе адам нәпсін тәрбиелеуді. Ешқашан ол айту былай тұрсын, істеу былай тұрсын, ойлаудың өзіне қорқып қалады екен. Сіз трассаға шығып машина айдап келе жатсаңыз, 60 деген жерге айдай бересіз ғой, трассада машина жоқ, пустой, жол жалтырап жатыр. Дұрыс па? Қарамайсыз 60-қа. Бірақ айнадан қарасаңыз, артыңызға ГАИ келатса, жоқ, тоқтатасыз. Ремень тағасыз, фарды қосасыз. Неге? Өйткені сіз көріп тұрсыз ғой. Көрмесеңіз баса беретін едіңіз. Көріп тұрған адам жаза болатынын білген кезінде күнә жасамайды. Алланы көріп тұрғандай деңгейге жетсек, біз ешқашан күнә жасамаймыз. Сол перде болғандықтан, Алланы былайша айтқанда көріп тұрғандай деңгейге жетпегендіктен, емін еркін рахаттанып күнә жасап жатырмыз. Енді пайғамбарымыз нені айтып жатыр? Рухани тәрбиені айтып жатыр. Мұса пайғамбарды, ол жалпы діндерді Аллах тағала нешін түсірді десе, осы ақылақ ғалымдар айтады, негізінде тарихқа қарасақ, Аллах тағала пайғамбарларды қай кезде, қандай жерге түсірді? Қандай қауымдарға түсірді? Белшесінен күнәға батып жатқан қауымдарға түсіріп, сол пайғамбарлар арқылы сол қауымдардың деңгейін көтерді емес пе дейді. Дұрыс па? Яғни дінді түсірудегі, Аллах тағала дінді түсірудегі мақсат не дейді? Халықтарды тәрбиелеу еді дейді. Тура жолға салып, мына жақты туралау еді. Мұса пайғамбардың кезінде сиқыр деген өте қатты дамып тұрған. Перғауынға келіп еді, Бәни Исраилді алып шық деді, құлдықтан. Перғауын көмекшілері, бұл сиқыршы ғой. Мықты сиқыршыларды шақырайық, быт-шытын шығарайық халықтың арасында деп. 40 сиқыршыны шақырды, ең мықты деген. Мұсаға не істейсің деді. Мұса тастаңдар, тастайтындарын деді. Қолдарындағы арқан, жаңағы жіп, таяқтар тастап еді. Ол сиқыршылар біледі. Сиқыршының көзінше ол таяқ болып, жіп болып жата береді. Халықтың көзін байлап тастап сиқыр деген. Ананы жылан қылып көрсетті халыққа. Бірақ сиқыршылар біледі ол таяқ болып жатқанын. Мұсаның тастағаны шынымен үлкен жыланға айналып, ана тастағандарын жұтып жатқанда 40 сиқыршының ұстаздары көзі көрмейді екен. Не болып жатыр деп сұрайды екен шәкірттерінен. Шәкірттері Мұсаның тастаған таяғы шынымен үлкен жыланға айналып біздердікін жұтып жатыр дегенде, мен Мұсаның құдайына иман келтірдім деп сәжде қылады. Иман келтіреді. 40 шәкірті бәр иман келтіреді. Мұса пайғамбар, кім Перғауын, менің рұқсатымсыз не? Иман келтіріп жатсыңдар ма? Яғни маған сенбей, ол құдай деп санады ғой өзін. Өлтірем деп еді, терілерінде тірідей сыпырам деп еді, сен көп болса